Өркүші президиумының нашыл алнындағы шейлінді 16 сұруқ үзірілген көбізі федерарны өзі республика закон арынзар алызығылар керерінің палғылысты. Социальный арычылыныз министр Наталья Карамашева алдағы бюджет тоғынжыларына шортчылық пазашартқы үшін құрыдығыларыны айландырырдаңар закон проектін сығарған. Президиум аны шарыды бісті. Амды ол 2018 жылының пастағы сессизінде үзірілер. Аның пасқы депутатыр 44 закон проектін планға керсалдылар. Шылтозылар тұсқа аның сені көп аза аныңда көп қатып үспары бізші. 2017 жылда өркөшіптің сессияларында 100 азыры сұрғы көріл барған. Шебір кәпешіл арызна 2000 шағын закон проекті 6000 азыры шарыдық алылған. Бүл закон сығаржың үлгі пайрымнық жылын танықтады. 2018 жыл анаң оқынандырғылық болар. Өркөшіпсер республика пазна, пазахазна президентіне табығылар ертір. 18 жыл тоже бізге тоғына керек болар. По выборлар, аны тоже проводить болар керек, готовиться келер. Мен просто сұрынчем кездерінен, чтобы кездер избирательная кампания келгендер, чтобы поздно сүстерін перепскендер, чтобы и в марте президентің үшін перепскендер, и сентябрьде голова кемні күршелер, главаның үшін депутатын. Ана ара мен сақшым, чтобы ол 18 жыл ішпарған мағат біздің еш, чтобы тодо замағат бол. 2018 жыл бөлгізінің артық болар, андық ізін іспірші республика бюджеті. Шыл ақшызның чөліглері өн пішікті 12 айға көріл парғанар.